Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні. 119 сабақ өзіңді тексер. Қайталау сабағы. 1 жаттығу өлеңді жатқа жаз. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Өлеңнің авторы Есентай Ерботин. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрған сызбамен көрсет. Өлеңдегі етістіктер еседі, көшеді, төседі сөздері. Не істеді деген сұраққа жауап беріп, етістік болып тұр. Еседі сөзі жел сөзімен, көшеді сөзі бұлт сөзімен, төседі сөзі майсасын сөзімен байланысып тұр. 2 жаттығу мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік. Қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сең жүреді. Жаз шығысымен су таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Мәтіннің авторы Қанат Қайымов. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт. Мәтіндегі етістіктер ағады, қатып жатады, жүреді, таяздап қалады, аспайды сөздері. Мұндағы ағады, жүреді, аспайды сөздері дара етістік. Қатып жатады, таяздап қалады, бұлар күрделі етістіктер. 3 жаттығу суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Мұндағы зат атаулары гүл, қауын, жапырақ. Қимылды білдіретін сөздер түседі, өседі, піседі. Гүл өседі, қауын піседі, жапырақ түседі деп сәйкестендіруімізге болады. 4 жаттығу сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. 1 бағандағы сөйлем оның құлағы, инелері және тұмсығы бар. Мұнда балалар сын есім жоқ, ал 2 бағандағы сөйлем оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл сөйлемде балалар кішкене, қысқа, ұзынша сөздері сын есімдері қандай деген сұраққа жауап береді. Осы 2 бағандағы сөйлемді көшіріп жазамыз. Бұл не? Оны қандай сын есімдермен сипаттап айтуға болады? Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл кірпі. Кірпі кішкентай, тікенекті, өзі өте сақ, кірпі ұйқышыл. Ол қыста ұзақ ұйықтайды деп балалар кірпіні сипаттауымызға болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.